Қалайсыздар серіктестер? Аты-жөнім Байдыбек Нұрланұлы. Бүгінгі өтетін жалпы сіздерге сабақ ол выезды, яғни выездной деген бізде ұғым бар. Сату бөлімінде білесіздер, оны айтып жүрміз. Енді сіздерге осыны қалай ұйымдастыру керек, сол жайында түсіндіргім келіп жатыр. Яғни біз мектепке барып сатудың жолдарын үйреткіміз келеді. Ол қалай болады? Бірінші, біздің жасайтын қадамымыз, біз мысалы бір облысты алайық, ол Түркістан облысы болсын. Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы бар. Енді бір сөзбен айтқан кезде облыстық білім басқармасы. Сол жерге біз өзіміздің компанияның атынан, Дарын онлайнның атынан хат жазамыз басшылыққа. Және де ол хатта біз көрсетеміз. Дарын онлайн платформасы ұлттық бірыңғай тестілеуге қалай тиімді дайындалуға болады. Осы тақырыпта биылғы жаңалықтар, өткен жылғы қателіктер, мектептерге барып түсіндірме жұмыстарын жасауға рұқсат берсеңіздер, бізді қолдасаңыздар деп хатта жазамыз. Және де осы хаттың осы облысқа қарасты аудандық білім бөлімдеріне, және де аудандық білім бөлімдеріне барған кезде сол аудандық білім бөліміне қарасты мектептерге жетуін өтінеміз, қадағаласаңыздар деп хат жібереміз. Бізден ол жаққа шығыс хат. Және де ол хаттан бізге жауап келуі керек. Оны мейлінше жаңағы облыстық білім басқармасымен хабарласа отырып, канцелярия бөлімімен ол хаттың біздің айтқанымыздай орындалуына ықпал жасауымыз керек, байланысты болуымыз керек. Сол хат барған кезде сіз выезд, яғни ол хат мектептерге дейін барады. Мектептің хатшысы оны ашып қарап, Дарын онлайнның бізге келеді екен, Дарын онлайн туралы, Дарын онлайнның адамдары, Дарын онлайнның осы ауданға жауапты адамдары бізге келіп ұлттық бірыңғай тестілеуге қалай дайындалуға болады, немесе басқа да әртүрлі, тек қана ұлттық бірыңғай тестілеу емес, сатудың бір жолдары. Осы жайында біздерге келіп түсіндірме жұмыстарын жасайды деп, яғни біздің ол жаққа адамымыз баратынын біліп отыру керек. Сол мезетте хат барады, сол хатты шығарып аламыз. Облыстық білім басшысына жіберілген хат, сол хатқа біздің кері жауабы келген хаттарды шығарып, біз сол мектепке барудың амалын жасаймыз. Және де бізде Дарын онлайнда білесіздер, барлық директорлардың, оқушылардың, мұғалімдердің аты жөндері, номерлері, барлық данныйлары бар. Енді біз қалай жасаймыз? Бірінші шаг, біз аудандық білім бөліміне хабарласамыз, өзімізді таныстырамыз. Мен Байдыбек Нұрланұлы, Төле би ауданының білім бөлімі басшысына барамыз, немесе хабарласамыз. Хат жүзінде шықсаңыздар да болады. Мен енді өзім серіктес болған кезде менің тәжірибем бойынша айтайын, мен баратын едім ерінбей. Өзімді таныстырып, осы хаттың келуін айтып, хатты көрсетіп, сол ауданға мектепке выезд жасайтын кездерде сол аудандық білім бөлімі басшысының танысып, алдынан өтетін едім. Жалпы бұл нәрсе не үшін айтып жатырмын? Ол аудандық білім бөлім басшысы, жалпы барлығымыздың мақсатымыз бірдей. Дарын онлайндағы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық курсын тиімді бағадағы, сапалы, пайдалы контентті оқушыларға жеткізу. Біздің оқушыларымыз, кей оқушыларымыз өкінішке орай тек қана face to face, бетпе-бет түсіндірген кезде ғана сенеді. Енді біз ол жақтағы Аблоновға хат жібереміз, аудандық білім бөліміне кіреміз, содан кейін барып, ол кісі рұқсат береді, облыстан келген хатты оқығаннан кейін. Ары қарай біздің бірінші қадамымыз ол директорға звондаймыз. Директорға хабарласып, мен Байдыбек Нұрланұлы, бүгін бейсенбі, сіздерге біз дүйсенбі күні Мұхтар Әуезов жалпы орта мектебіне барып, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстарын жасасақ деп едік, сіздерге хат барған. Ар жақтан директор білем дейді, немесе оқушы орынбасарына береді. Байланысып, 3-4 күн алдын баратын мектебіңізді дайындап алуыңыз керек. Және де ол жерге дайындалған кезде сіздер не істейсіздер? Директорға хабарласып, өзіңіздің келетініңізді айтасыз, және де мақсатыңызды айтасыз. Мақсатыңызда сіздер ұлттық бірыңғай тестілеуге қалай дайындалуға болады. Осы мақсатта түсіндірме жұмыстарын жасаймыз, және де биылғы жаңалықтарды айтамыз деп бару керексіздер. Содан кейін барып, ол кісі, директордың қызметі не бұл жерде? Оқушыларды жинау, 11-ші сыныптың оқушыларын ата-аналарын жинау, 1 сағаттық жиналыста сіздер
ұлттық бірыңғай тестілеуге өткен жылы қалай дайындалды, биылғы жылғы жаңалықтар және соңында тиімді қалай дайындалуға болады, онлайн деген не нәрсе екенін түсіндіріп, біздің курстарымызды сатылым жасаумен айналысуларыңыз керек. Директорға хабарласамыз, өзіміз таныстырамыз, мақсатымызды айтамыз, одан кейін ол кісі сынып жетекшіге тапсыруы мүмкін, оқушы орынбасарына тапсыруы мүмкін. Енді бұлардың барлығы сіздерге белгілі. Выезд ұйымдастырамыз, күнді белгілейміз, уақытты белгілейміз. Бір күнде менің тәжірибем бойынша азанғы сағат 10 мен түскі сағат 2-де мен 2 мектеп қоятындығым. Және де бұл жерге айтатын нәрсе, мысалы Мұхтар Әуезов орта мектебін ұйымдастырып жатсыз ба, соған жақындау қандай мектеп бар, сол мектеппен екінші мектеп қылып ұйымдастырған дұрыс. 10-ға ұйымдастырдыңыз, мысалы 1 сағат өттіңіз, екіншісі мысалы 1 сағат пен 2 сағаттың көлемінде болады. Одан кейін түстенетін уақытыңыз, екінші мектепке баратын уақытыңыз, осылардың барлығын алып тастап, сағат 2-ге екінші мектепті қойып, оны өткізіп, содан кейін барып, уже сейсенбі күнге, сәрсенбі күнге ұйымдастырсаңыздар болады. Сіздерге айтатын бір жайт, егер сіз баратын мектептеріңізді 3 күн алдын ескертіп жұмыс жасауларыңыз керек. 2-3 күн алдын. Одан кейін сіз мысалы бейсенбі күні, дүйсенбі күні ұйымдастырдыңыз ба, жұма күні, сейсенбі күні. Жалпы сіздерге советую бір күні отырып, сразу 3-4 күнге мектеп ұйымдастырып тастағандарыңыз дұрыс. Одан кейін бақылап, қайта-қайта хабарласып, біз сейсенбі күні сіздерге барамыз сағат 10-да. Ұмытып кетпедіңіздер ме? Ата-аналарды шақырдыңыздар ма? 11 сыныптың ата-аналары міндетті түрде келу керек. Өйткені баласының қалай дайындалатынын, заманның қалай өзгеріп жатқанын, онлайнға өтіп жатқанын, біздің кезіміздегідей мынау ұлттық бірыңғай тестілеуде бояп тапсыратын емес екенін, қазір мүлдем басқа екенін, жаңа технологиялар дамып кеткен, сол туралы бүкіл ата-аналарға түсіндіруіміз керек. Неге? Өйткені ата-аналардың көбісі жұмыста, кей ата-аналар даже білмейді да. Ұлттық бірыңғай тестілеуге оқушылар онлайн тапсыра ма, бояп тапсыра ма, даже жұмысы да жоқ. Қалай тапсырса тапсырды болды. Қанша рет тапсырады? Мысалы, оның 3-еуі ақылы, 2-еуі мемлекеттік жаңағы грантқа қатысуға жарайтынын, олардың барлығын түсіндірме жұмыстарын жасаған кезде кей ата-аналар енді біліп жатырмын деп айтатындай уақыттар болады. Выезді жалпы осылай ұйымдастырасыз. Бәрін этап бойынша айттым. Облыстық білім басқармасына хат жібересіз, жауабын күтесіз. Олардың баруына қадағалайсыз. Былайша айтқан кезде хатты жіберіп қана қойып отыруға болмайды. Біз енді Қазақстан нарығында жұмыс жасап жүрген үлкен компания болғандықтан біздің мақсатымыз сапалы білімді қолжетімді ету және де қоғамға пайдасын тигізетін білімді жастарды шығаруға көмектесу. Біз сондықтан өзіміз көбірек қимылдауымыз керек, құрметті серіктестер. Енді выезд осылай ұйымдастырасыздар, хат, одан кейін барып облоно хат, одан кейін жаңағы аудандық білім бөлім басшысына кіріп шығу керек, хатпен, болмаса негізі танысып шыққан дұрыс. Директорға хабарласу, одан кейін барып ары қарай ата-аналардың жиналуына септігін тигізу. Енді мен айтайын дегенім, көп жерлерде біздің бір рет хабарласу арқылы ата-аналар толық жиналмайды. Мен не үшін 3 күн алдын жинауды, баратын мектептеріңізді 3 күн алдын директорларға хабарлама білдіру керек. Өйткені бізде бюрократия деген нәрсе бар. Көп жерлерде мектептер хабарласып, ата-аналар жиналысын жасау керек деп бір рет қана айтады, немесе енді ол кісілердің жұмысы көп болғандықтан ұмытып кетіп те жатады. Мысалы, сіз дүйсенбі күні азанда мен сіздерге бүгін мектепке бара жатырмын, бүгін выезд сіздерге, біз ұбт-ға дайындық түсіреміз десеңіз, ой, біз ұмытып кеттік, ата-аналарға айтпап едік, немесе бір рет қана айттық, ол кісілер келе ме, келмей ме, өздері біледі деп тұрады. Ал біздің мақсатымыз ата-аналардың жиналуы, оқушылар итак мектепте, сондықтан мейлінше көп хабарласып тұруымыз керек. Яғни 3 күн алдын мектепке ескерттік па, бүгін ескерттік па, ертең тағы бір директорға звондап қоюымыз керек. Немесе директордың тапсырған адамына звондап қоюымыз керек. Құрметті, мысалы сынып жетекшісі. 11 сыныпта 40 оқушы бар екен. 40 оқушының болуын, және де сол кісілердің ата-аналарының кем дегенде 70%, 50% арасында болуын қамтамасыз етсеңіз, ата-аналардың келмей қалуы дұрыс емес, өйткені балалары жөнінде үлкен мағлұматтар айтылады. Балаларының жетістікке жеткені ол кісілердің жемісі, былайша айтқан кезде. Осы нәрсені айтуымыз керек. Біздің мектепке выездің ең басты мәселесі ол ата-аналардың жиналуы және оқушылардың жиналуы. Енді мектептегі орындайтын тапсырмалар да бар. Ол бізде акт залда болады, біздегі выезд.
яғни біз көбінесе барған кезде біздің акт залда болады. Акт залда проектор, колонка және де біздің мынау ноутбугымыз, жаңағы шнурлары барлығы дайын отыру керек. Оған мектептегі тапсырған, хабарласып жатқан адамыңыз сол нәрсені дайындап отыру керек біз барған кезде. Ноутбугыңызды қоясыз, шнурыңызды қосасыз, презентацияны ашасыз, түсіндіру жұмыстарын бастайсыз. Регламент бойынша 1,5-2 сағатта сіздер бітіріп, соңында өздеріңіздің сатылымдарыңызды жасап, оқушыларға тиімді бағадағы курсты қосып, түсіндіріп, ары қарай уже мектептерді ұйымдастырып кете берулеріңіз керек. Түсінікті ма? Сіздерге айтатын топ 3 ол аудандық білім бөлім басшысымен мықты қарым-қатынас ұстауларыңыз керек. Одан бөлек мектептегі сынып жетекшіге қайта-қайта немесе директорға қайта-қайта тапсырма хабарласып, ата-аналардың жаңағыдай 50-70% арасында келуін, мысалы 40 оқушы болатын болса, соның 20-30 ата-анасы келуін қамтамасыз ету керек. Қайта-қайта хабарласып тұру керек. Енді солай, бюрократия деген бізде сондай. Бір рет айтқан кезде ата-аналар келмейді, 2-3 рет айту керек қайта-қайта. Біздің алыс жолдан бара жатқанымызды айтуымыз керек. Түсінікті ғой. Одан кейін топ 3, ол жерде тиімді жақтарын оқушыларға, ата-аналарға өте жақсы деңгейде жеткізуіміз керек. Ата-аналарға түсіндіруіміз керек, не нәрсенің тиімді емес екен. Көп ата-аналар білмейді, балаларын ұбт-ға, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындыққа, мысалы 9 айға, 10 айға дайындауға 500 мың теңге ақша төлейді. 1 айға 5 пәннен дайындауға 50 мың ақша төлейді. Ал неге 1 айға, мысалы бізде 9 айға дайындық ұлттық бірыңғай тестілеуінен 5 пәнге 99 мың теңге. Оны мысалы есептеңіз, 10 айға бөлген кезде максимум грубо 10 мың теңгеден шығады. 10 мың теңгеге 5 пәннен ешкім дайындамайды қазір. Ата-аналарға осы құндылықты жеткізуіміз керек. Біздің ата-аналардың ең басты қателігі көп ақша төлесем өте мықты білім береді деп ойлайды. Ол дұрыс емес. Білім деген нәрсе аса қатты қымбат болмауы керек. Кез келген адам оқып, кез келген адам ұлттық бірыңғай тестілеуді жақсы тапсырып, өзінің қалауынша университетке түсіп, қалаған мамандығына түсіп, қоғамға пайда істейтін азаматтар болуы керек. Жалпы выезд туралы сабағым осымен аяқталды. Барлығын өте тиімді сіздерге қалай ұйымдастыру керек айтып кеттім. Біздің ең басты мақсатымыз сапалы білімді қолжетімді ету. Сондықтан осы нәрсені мейлінше насихаттауымыз керек. Қалай ұйымдастыру керектігін мен сіздерге түсіндірдім. Бүгінгі сабағым осымен аяқталды. Сау болыңыздар, келесі жүздескенше.